Жігіттер счет 15 мың болады, маған жібересіңдер. Аудатпам. Кешке лақтырам ғой өзім. Міне, лақтырып, қадайды. Білем ғой мен бұның, кір кәсібимен. Ақша бар ғой сенде? Жолдас болады, жіберен еді. Звонда жолдас болаңа. Менің сортымнан ғой таза, маған конкурент керек емес, інім. Бишара. О, жеңгем ауысып отыра ма? Өзі ғой? Кеше ғана басқа біреу еді ғой? Макияж жасатқан ғой? Танып отырмын ғой. Өзі деймін. Біздің қатын ғой бұл. Қызметтеріңе ризамын ше. Саған берген чиви мынау. Аға, біріншіден мен өзімнің жұмысымды атқардым. Бастысы сіздің көңіліңізден шығып әйтеуір. Онда аласың ба? Қуатсақ, до конца тыңдасаңшы, мен айтатын бар шығар. Сіз әйтеуір осыны беріп тұрсаңыз алайын. Сіздерде тәтті шай ғой, иә? Ай, бәрекелді. Міне жастар бақытты болсын. Енді күйеу бала қақты, біз бас тартайын деп тұрып, бас әкелейін деп тұрып. Келді ғой өзді. Ол өзі бас тартатындай бала ғой мынау. Мына сырға тағылған. Не мынау? Күйінесің да қақта. Күш қуат дейтін қақта, тестостерон. Отказ, дұрыс па? Құдалар, отказ болады жастар. Отказ емес қой. Жасаймыз. Яттап қалды ғой онда. Айта беріңіз. Бауырдақ ұнады маған. Де? Бауырдақ ресторан ретінде ашылды ғой. Тамақтарын көрдіңіз бе? Дәу болып келеді. Кәдімгі арзан қол жетімді бағада. Бургерлерді айтыңыз. Ой, пырмай, сорпамен, қуырдақтың етімен, қалағаныңды комболар көп қой. Дизайн, кабинка, тапчан, қонақ күте бересіз, ары бері қызметтеміз. Адресіміз Республика 43, қол ұстамыз ғой, Шымкентте. Тапсырыс бірдеңе бересіз бе? Берем ғой? Чиби бірдеңе бермейсіз? Түсіндіріп бергенме деп отырмын, жақсы. Саламатсыздар ма? Айта беріңіз, не қалайсыздар? Мен емес, бірінші болашақ балаларымның анасы. Не қалайсың, жаным? Өзіңіз тапсырыс бере беріңіз, отағасы. Ойбай, өмірінің мәні сенсің. Ей! Ұрып өлтіремін қазір, 2008-сіңдер бе? Айуандар. Мама папаларыңыз ұстатып жіберейін бәзір. Ау, пауыр. Анау жерде отырған әдемі бір қыз отыр ғой. Сол Шәріппен деп апарып берші. Ол күйеуімен отыр ғой? Мен қой күйеуі. Кіммен дейді? Тоқта. Не қылды? Қазан қайға барасың? Қазан кебап заказ берген ғой. Соған қазан апарып кебап тапсам болды. Сен қуасың ба, жылма? Шаш палау дейсің, не істейсің сонда қазір? Опаңа ғой? Шашпен палау апара саласың. Сорлы. Ау, міне, пожалуйста. Омлет заказ беріп жатыр. Оны точно апарам. Інім. Айта беріңіз. Кім істеді? Мен емес, братан. Бері қара бері, кім істеді деймін? Мен емес. Дәмі ұнады ше, кәдімгідей. Ғашық болдым, я. Өзім істеген ғой мынаны. Сен істедің ба? Нан кім істеді? Мынаны точно мен емес, братан. Шынымен. Шаймен әкетеді екен анау, зор екен анау. Өзім ғой, өзім істеген. Сен істедің ба, точно? Нау ше, кім істеді? Точно, келісіп алайық. Ұрсатын болсаңыз айтам, ұрыспайтын болсаңыз мен істеген мынаны. Маған ұнады, бәрі ұнапты. Мен істеген ғой. Ал! Ой, мына жер зор екен, ә? Күшті ма? Дорба дейтін кафе ғой. Былай қарай Қызылордаға кетесің. Мынау Асанбай көшесі. Бүкіл Түркістан көрініп тұрады екен, ә? Осы жерде қызыңа сөз саласың. Дастарханда айдап. Түрің бозарып жатыр енді. Қыз отказ болды, бауырым бұрыс. Ой. Басын жасаймын әкесі ол. Қыз отказ десе. Бірдеңе қылшы енді өзің, менде настроение жоқ. Сен қуасың ба? Еркек басын мен не істеймін? Мен не істеймін? Мен де алтын жүзік алып дайындалып жүрсем сонша. Алтын жүзік? Иә. Я сказала, да. Басеге той болғаннан боларысы қызық дейді ғой. Той болғасы сондай болады ғой. Мен де таңғалып тұрмын, бірінші рет көріп тұрмын. Класстастар келінге таласып жатыр ғой. Күйеу бала жоқ па не? Жоқ, келін мен боламын дейді. Ішіп алған ғой малдар. Уайымдамаңыздар, Love Story-ді мына экраннан көрсетеміз ғой. Love Story-дің видеосы бар ма? Берсеңіздерші маған өтіс қойыңыздар. Осы видео ма? Әй, мынау Love Story-міз ғой мынау. Лапылдап атсыздар ғой, ондай көрсетпейді. Кобальт 145 дейді машина сізге емес? Жоқ, мен Тесла ғой. Тесла ма сізге? Сізде 570 па? Lexus күшті. Сен негізі ғой, айуан ау. Такси шақырдың ғой мені, 5 балатын ажидан басып қойып, тоқынаға келіп кеткеніз. Тамада бала сен ба? Микрофонды өшіріп қойсай, жайша. Бүкіл зал болып қыздармен сөйлескенін естіп отырып қой. Қашан көндіреді екен деп. Кімді? Жаңа Трионы ән айтатын болды ма, не алады болды? Ән айтады ғой. Болды, соны көндіріп қойғашы. Былай өзім сөйлесе беремін. Айта беріңіз. Той ұйымдастыру керек. Болды ғой, ұйымдастырамыз ғой. Адам басы 13 мың теңгеден болады. Су буды, сырттан алып кіре берсеңіз болады. Бүкіл жағдайлар жасалынып қойған осы жақта. Алдын жасағанбыз. Танымай қалған шығарсыз. Люстралар іліп, ремонт оқып қойдық қой, жаңалап, әбден өзгеріп кетті. Ой, Шымкентте табыла қоймайды бұндай жер. Жасайтын болдыңыз ба тойда? Жасаймын ғой. Болды ғой, Эстрелла тойханасы бізге хабарлассаңыз болды ғой. Алдын ала әрекет жасай береміз ғой бірден. Онда шыға тұрыңыз bu жақтан. Жайша. Той басталайын деп жатыр ғой. Ей, мен барамын, bu жақтан заказ алайын деп жатырмын уже. Брат, заказды атмен алсашы, біз кетіп бара жатырмыз уже. Ой, шеше атмен дейді, қақа барайын айт. Мінекей менюңыз. Менюді мен мәзір деп айтты. Қазір. Мінекей мәзіріңіз. Салат бар ма? Қандай салат сізге? Мынау сельдь под шубой деймін.
тоң астындағы майшабақ деңіз. Қазақшасы солай болды. Хотя мужской каприз бар ма? Еркек назы деңіз. Қазақша сөйлесеңізші ақырын. Онда кола беріңізші. Кола емес. Кока-кола деңіз. Қызық емес. Най, қазір әкеп беремін. Клиенттің алдын тазалап қоймай ма? Неміне білем ма? Кешіріңіздер ма? Мына официант болсаң осындай болды я. Тазалық жақсы көреді екен. Братан, мен ішіп отырмын ғой оны. Кешіріңіздер. Ештеңе етпейді. Тазалық деген дұрыс қой өзі. Қолыңды қойшы мына жерге. Тырнағы өсіп кеткен ғой мынаның. Ап бермейсіңдер ба клиенттікін? Жүрші ап берейін. Адам жылына деп шал дейді ғой. Шал деп. Кім айтады? Аяқтағылар да мен шал деп жатыр да. Жастар ғой өңшең. Түріңізді қарасам жас сияқтысыз ғой. Жаспын ғой міне. Счет қанша болды? Так, счет 50 сом. 50. Ойнап айтып жатыр. 100 ділда ғой. Дұрыс айтты ғой аналар. Счет қанша болды? 8000 теңге болды сіздердікі. Құтты болсын, конкурсқа қатысасыз. Міне, осы жерден мысалға билет беріледі сізге. Сіздің чегіңіз мына жаққа салынады барабанға. 3 қараша күні осы барабаннан жеңімпазды анықтаймыз. Сыйлыққа не бар? Сыйлыққа бір адамға 2 жолдама умраға. Ата-анаңыз умраға апаруға мүмкіндік бар. Одан кейін 2 ұялы телефон, AirPods беріледі. Болды онда қатысамын ғой. Иә. Төлесеңізші қатысу үшін. Қазір Неге қазір? аударсын болсын. Пошел. Официант, 8600 теңге болды сіздерде. Наличка или Каспий QR қайсысы? Официант Шәріп. пиде сырым бар ма? Боқтамаңыз. Біздің сырым ондай емес. Нап-нормаль жүрген бала ол. Жоқ, мына жерге жазып қойды да пиде сырым деп. Сөйтіп айтпайсыз ба оны? Оқи алмасаңыз берсе маған міне. Пиде сырым. Или қандай ол? Не? Ана бұрышта отырған кісі әлі заказ бермеді ғой. Ой, бере берсе жей береді ол кісі. Неге? Әкім ғой. Тоймайды ол, жей береді, бәрін бере бер. Официант. Не? Неге қарындасым, счетыңыз төлейсаңыз міне. Ағай счетты басқалай келсек бола ма? Қазақтың қыз емессің ба? Ұялмайсың ба? Ары қайда, ұят қайда, адрес қайда? Берші маған, мен өзім жазып алайын. Құрмаларды қойып шықсаңдаршы, қазір клиенттер келеді ғой. Аузын ашпай ма? Тамақтарың дайын ба? Ұят оқымасын қазір. Шымкенттегі номерға дейін шығыс тағамдары бізде ғана емес па? Лазру, оригинал, таза, табиғи нәрсің. Афеке. Афеке демеш, аферисті ойлайды ғой бәрі. Атым Аманбай болса не дейсің? Айтсаң дұрыстап, официант деп. Официант Шәріп. Айгүл мияқтан заказ жасаңдаршы, мен бір өзім жүгіріп жүре беремін. Құдай жан менің әйелім деп қой, қалайсың, әбі жүрсің мияқта? Айт не бірдеңе жейсің ба? Бір порция лағман бересіңші ма? Бір порция? Болды ма? Ойбай, біреуге қанағаттанасың ба сен? Әшінде 2-3-еуден қайтатын ғой. Или ол басқа нәрсе ма? Қазір. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Құдай жаным, мына балапан кімнің баласы екен, жеп қояйын ба? Жан, заказ берсеңші. Бере берсе жан өзі. Мынау жігітіңіз ба сіздің? Иә? О, сол. Кім төлейді счетты сіздерде? Мен төлеймін ба? Бейшара, күшік күйеу, жетісің. Үйтіп айтпасаңшы намыстанады ғой. Фөлем мұны намыстана ма? Берге мынағына отырасың, кел. Құдай, кел. Тай, кел. Неге шақырдыңыз, айта беріңіз. Тұз ба, бұрыш ба бар ма? Тамақтың тұзы кен ба? Жоқ. Не, бір жеріңіз ашып отырмайын? Жоқ. Ой, бұл пысыжың жан көрсіз ба? Ұшып кетті ғой. Ой, позор. Сіз қай жақтың фанатысыз? Мен айтсам шүкіршілік қыласыз қазір. Қандай? Барса, тәубеңе келдің ба? Лазру кафесі қызметіңізге дайынбыз, айта беріңіз. Қандай кухня? Шығыс тағамдары ғой бұл жерде. Жеңшемнің белмешелінен шаршаған шығарсыз өзіңіз. Не тамақ бар? Лағман бар. Қандай тамақ ол? Кәдімгі күніге жеп жүрген белмешелінің ұзығы Иә? деп жейтін күшті. Берсеңізші соған. Болды, қазір әкеп беремін.